Ассалаумағалейкум жауынгер арнасының көрермендері. Видео басталмастан бұрын каналға тіркеліп, лайк басуларыңызды өтінемін. Алдыңғы шығарылымда Бекжан Бакиров өзінен ірі шешен жауынгерінің керемет жеңгені жайлы айтқан едік. Сол видеомыз 100 000 үстінде қаралым жинады. Ол үшін сіздерге көп рахмет айтамын. Осы шығарылымда да Бекжанға арналайын деп тұр. Рухфайтинг аясында өткен жекпе-жек кешінде Бекжан Бакировқа ресейлік аузын айға білеген Т-34 лақабатымен танымал Даниал Елбаев қарсылас атанды. Топ ММА-ны сүйіп көретін жанкүйерлер бұл жігіттің қандай қауіпті екенін беске біледі. Ал естімеген көрермен үшін ол жігітті аз ғана таныстырып жіберсем, содан кейін жекпе-жекке ораламыз. Даниал Елбаев 1996 жылы дүниеге келген. Хардкор, битва за хайпа, наше дело, арена, рухфайтинг, октагон сияқты медиа лига мен кәсіпқой лигаларда да өнер көрсеткен. Аралас жекпе-жек, панкратион, қоян қолтық ұрыстан спорт шебері деген атақтары бар. Спорттық ғұмырында ең ірі жеңісі қазақтың мықты жауынгерлерінің бірі 9-1 рекордымен келе жатқан Карим Рузбакиевті октагон лигасы аясында ұтқан еді. Ал Бекжан Бакиров рухфайтингті өзінің шеберлігімен жұртшылықты таңғалдырды. Осы қарсыласы Бекжан үшін ең ауыр сынақ деп көпшілігі топшалады. Живая мишень для меня, везде ты будешь. Я тебе обещаю, вот на всю публику, с первых секунд я тебе слово даю, что я тебя терзать буду. Жекпе-жек басталған бетте Т-34 атына сай құдды бір танк сияқты атыла бастады. Екі-үш соққысын дәл бағыттады. Бұған ызаланып кеткен Бекжан өзіне қарымта соққыларын жаудыра бастады. Даниал да аянып қалмады, бірақ Бекжанның қолдары өте жылдам, қарсыласы үлгермей жатты. Раунд аяғына жақындағанда Бекжан қарсыласының екі аяғын бір етікке тықты. Т-34 раундты зорға аяқтап шықты. Екінші раунд басталғанда Т-34-тің қарқыны бәсеңдеп, бірінші раундтағыдай жігер көрмеді. Бекжан болса соққыларына соққы қосып, екінші раундтың аяғына тақағанда нокдаунға жіберді. Орнынан тұрғанымен төреші жекпе-жекті тоқтатты. Сөйтіп қарапайым тасымал қызметінде жұмыс жасайтын Бекжан бауырым орыстың мықтысы Т-34 танкісін қиратып тастады. Өзі жекпе-жек алдында кімнің аю, кімнің танк екенін көрсетемін деген еді. Сөзінде тұрды. Ісі мен сөзі сай келетін бауырларымыз көп болсын. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып қолдауларыңызды өтінемін.